Өңірде кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын кеңес мүшелерінің сайлауы өтті. Жиында кеңеске кімнің өтетінін бизнес өкілдері онлайн және ашық форматта дауыс беру арқылы таңдады. Айта кетсек, үміткерлерді тіркеу былтырғы жылдың 18 мен 31 желтоқсан аралығында жүргізілді. Дауыс беру облыстық кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде өтті. Жалпы алғанда 26 кәсіпкерден өтініш келіп түскен. Оның ішінде 16 өтінім салалық кеңсе мүшелерінен болса, қалған 10 өтінім аудандардан. Комиссия мүшелері кандидаттардың тиісті талаптарға сай болуын қадағалап, сайлау алды бағдарламаларын талдады. Сондай-ақ үміткерлер мен өңірлік кәсіпкерлердің құқығын қорғау, бизнеспен айналысу үшін қолайлы жағдай жасау және әртүрлі әкімшілік кедергілерді жою мәселелері бойынша пікір алмасты. Айта кетейік, көп дауыс жинаған үміткерді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан құрылған сайлау комиссиясы анықтайды. Салалық кеңестер айтып кеттім, 7 салалық кеңес бар деп. Біреу жаңа әйел кәсіпкерлігі, одан қалды агроөнеркәсіп кешені, құрылыс салалық кеңесі, өндірушілерге байланысты өнеркәсіп кеңесі және біздерде ең көп қамтылған кәсіпкерлер олар мынау сауда және туризм кеңесі. Және білім саласының кеңесі мен денсаулық саласының кеңестері бар. Осы 7 кеңестен әрқайсынан бір мүшеден ертең өздері кандидаттар осы өтетін болады өңірлік кеңеске. Үміткерлердің барлығы жақсы дайындалып келген, бағдарламаларын таныстырып жатыр. Және тағы бір атап өтетін нәрсе, сайлау әділ түрде жүріп жатыр. Дауыс берушілер шынымен де әрбір үміткерге өзінің бағасын беріп, сипаттамасын айтып жасап жатқан жұмыстарының және де барлығына табыс тілеп, осы өзара ынтымақтастық татулығын байқап отырмыз үміткерлердің арасында.